Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жер бүгін өз орнынан 1000 шақырымға көтерілді. Бұл жай ғана физикалық қозғалыс емес, бұл адамзат санасының жаңа кеңістікке өтуінің нышаны. Ғаламдық күштер енді бұлай дейді: адам күн сайын қайта туады. Бұл сөздің шын мағынасы, сіз әрбір жаңа түсінік келген сайын ескі ойлардың ішкі күйреуінен өтіп, жаңа болмыспен қайта тірілуіңіз. Бұл рухани жаңғыру. Бұрын мүлде түсінбеген нәрселер кенеттен айқын бола бастайды. Әлем жұмбақ болып көрінгенімен, оның жауабы әрқашан қарапайым, бірақ терең. Ол адамзаттың өз ішінде жасырылған жұмбақтарының шешімі өз жүрегінде, өз рухында, өз тәнінде жатыр. Адамзат енді осыны түсіне бастады. Жылдар бойы қалыптасқан, қатып қалған сенімдер әлемі туралы, өмір туралы, тіпті қасиетті кітаптар туралы түсініктер енді қайта қаралып, жаңаша көзқараспен қабылдауда. Бұл сананың бұғаудан босап шығуы. Қашанғы перделер ашылғанда ғана адам негізі бастауын, түпкі источникті жүрегімен көре бастайды. Бұл ақылдың емес, жүректің көретін көзі. Рух біздің нағыз табиғатымыз. Тәнге қамалған жанның шын бостандығы өз түп негізін, қайдан шыққанын және не үшін келгенін тану. Мысалы, тұқым жерге түскенде ол өз мәнін ұмытып, қараңғылықта көміліп жатады. Бірақ оның ішінде ағаштың бейнесі бар. Сол бейне соның рухы. Сол секілді адам да өмірдің сынақтары мен ұмытшақтықтың тұманына оралған сәтте өз рухының үнін ести алса, қайта гүлдейді. Ол жаңа адамның туылуы. Қарапайым шындық. Әрбірімізде жарық бар, тек соны көру үшін көз емес, жүрек қажет. Қазіргі кезең өзіңе шындықпен қарау, өзіңе есеп беру уақыты. Бұл сырттан емес, іштен басқарылатын өмір сүру кезеңі. Енді жүрегің не қалайды, соны ғана жасайсың. Өзіңе қарсы жұмыс істеу мүмкін болмай қалады. Мысалы, бұрын біздер 10 жыл бойы өзіне ұнамайтын жұмыспен істеп келдік дейік. Таңертең тұрған сайын ішінен қиналса да, басқаша мүмкін емес деп өзін көндіріп жүрді. Бірақ енді сол адам ішінен мүлдем басқаша үн ести бастайды. Бұл сенің жолың емес, тасташы, өзіңе адал бол. Сөйтіп, ол бір күн орнын босатады. Себебі рух енді үнсіз қалмайды. Қаламайтын жұмыс, саған ауыр келетін қарым-қатынастар, сенің болмысыңа жат орта, бәрі біртіндеп, өздігінен ыдырап, жоғала бастайды. Өйткені рухың тазарып жатыр. Ол енді артықты жинайды, артықты тастайды. Шаршадың ба, демаласың. Күш-қуатың асып тұрма, сүйікті ісіңе кірісесің. Міндет емес, еркіндік арқылы өмір сүру басталды. Бұрынғыдай амал жоқ қой деген сөздің уақыты өтті. Енді адам амалдық емес, ақиқаттың жолымен жүріп келеді. Шаршадың ба, демаласың. Күш-қуатың таусылып тұрма, шабытпен кірісесің. Өйткені ғаламның ішкі тепе-теңдік заңы іске қосылды. Мысалы, бір адам шаршағанына қарамастан, бұрынғыдай түнделетіп жұмыс істемейді. Ол енді бәрін тыңдайды. Денем не дейді? Егер демалыс керек болса ұялып, кінәлі сезінбей демалады. Ал егер энергиясы асып тұрса, сағаттың қандай екенін ұмытып, сүйікті ісіне кіріседі. Себебі енді ол ішкі ырғақпен өмір сүреді. Бұл өз болмысыңмен үйлесім табу. Бұл жоғары сананың жермен үндесіп, адам арқылы әрекет етуі. Шынайы өмір енді басталып жатыр. Ол міндеттен емес, мағынадан туатын өмір. Рухың енді алға шықты. Ол сен үшін ең дұрыс жолды көрсетіп тұр.